Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге сүттен әзірленетін құймақтың рецептісімен бөлісемін. Бұл құймақты жасағанда табағыңызға ешқандай жабыспай, ешқандай қиындық тудырмай пісетін құймақтың бірі болады, ал менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен 400 грамм сүт керек, яғни 2 стакан, және де қайнап тұрған ыстық су керек. Міндетті түрде қайнаған болу керек, 1 стакан болу керек. Және де жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаларыңыз кішкентай болса 3 дана қосасыздар, ал үлкен болса 2 дана қосасыздар. Менікі кішкентай, сондықтан 3 дана қостым. Дәміне қарай 6 ас қасық шекер қостым, және де шым-шым тұз қостым. 50 грамм сұйық май қосамыз. Осының барлығын жақсылап миксерлейміз. Ұн қоспай жатып, жарты шай қасық сода қосамыз. Ұнымызды ситадан өткізіп, 2 немесе 3 бөлікке бөліп, миксерлейтін боламыз. Массамыздың консистенциясы осындай болу керек. Қатты сұйық емес, қатты қою емес, орташа. Табамызды жақсылап қыздырып, майлап массамызды құятын боламыз. Ең әуелде кішкене күйіңкіреп қалады, өйткені табамыз қатты қызып тұр. Онан соң орташа отқа қойып, барлық құймақтарымызды құймай жатып майлап, міндетті түрде одан соң массамызды құйып, барлығын екі жағынан пісіріп алатын боламыз. Осы видеомды көріп тамашалап отырған жандарға менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менде осы консистенциядан 21 дана құймақ шықты. Араларына не қоссаңыздар да өздеріңіз білесіздер, аз болсын.